Жақын алды ғой, кім звондап отыр? Так. Алло. Алло, что там, Хонри? Не болды? Рико, қашан келесің? Мен сені қанша уақыт болды күтіп отқаныма? Хонри, короче, мен үй жақтамын, мотоциклім бұзылып қалды, білмеймін, бір аптадан кейін ма келесі суыта ма, барам. Ренжімеші? Енді бүгін келе алмайсың ба сонда? Сол бүгін келе алмай тұрмын ғой, мотоциклім бұзылып қалды. Ой, бопты онда, жақсы. Давай. Давай. Так, достар, короче, менде бір идея келді, общем, влогымды қосайын. Йоу, барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге бүгін Ринко, қалайсыңдар достар? Короче, дәл қазір менің басыма бір идея келді достар. Короче, бүгін достар, Хонридің үйіне жақын қалдым, мына мотоциклімді ойланып тұрмын, не істеймін деп достар. Как раз мен видео түсіруге тура идея келді, короче, достар. Бүгінгі видеода мен елес болып, Хонриді, короче, ұстайтын боламын. Үшін менде невидимка, короче, быт-шыт қалатын боламыз үйінің бәрін, общем. Енді кішкене ашуына тиеміз, жылат жерімізде мүмкін достар. Так что достар, видеоны до конца көріп кетіңіздер. Так, короче, достар, менің мотоциклім осы жақта тұра берсіңіздер. Жалпы менде бүгін Майнкрафттың админдері маған фактически берген болатын. Так, достар, короче, мотоциклімді осы жаққа көміп кете салайын. Ешкім тиіспейді деген ойдамын. Так, достар, короче, жаттап алу керек орнын. Так, все. Достар, короче, кеттік. Мен Хонридің үйін білем. Жалпы бірінші рет келсем де. Ауылын білем, жалпы үйін білмем. Так, Хонридің өзін, достар, әні Хонридің ауылы. Так, мен қазір зелень невидимости ішейін. Так, все, барлығы дайын. Так, барайық. Так, Хонридің үйі қайсы екен, достар? Біліп жүр ғой. Так. Не істеп отыр? Өзімді богатыймын деп таныстырып еді ғой. Есі қалай ашылып кетті, түсінбедім? Сорлы богатыймын деп еді ғой. Кішкентай үйде тұрамын, не? Так, ноутбукта отырсың, сәл, опа. Так, қандай? Хонри, достар, Хонри маған өз үйін, типа, мен богатыймын, анау мынау деп таныстырып, что-то не понял. Так, давай. Достар, короче, бірінші достар, мана есігін ашып жауып, не істеп көрейін, бірінші бастап көрейін. Чё? Ес қалай ашылып кетті, не мынау қойшы? Ойба, мен деген алжайын деген ба? Чё-то түсінбедім. Так, еске не болған өзі? Так, все нормально істеп тұрған сияқты вроде, да? Қоя бірші. Чё за, ема? Не ona еске, Достар, короче, что-то шолшып жатыр мынау Хонри деген. Енді, короче... Ойбай, чё, не отыр өзі? Ішіне кіріп кетейік. Короче, қазір біз болған... Есік жөндемесем болмайтын сияқты ғой. Так, не берсек болады. Все. Дұрсақ қойып көрейін. Опа, все нормально болған сияқты вроде болды. Так, қайтан, так, не бар? Достар, короче, мен компьютерін сындырып тастайын ба? Менде 2 чески бар, яғни, типа, компьютерін қайтан орнына қойып бере аламын да, типа. Давай, істеп көрейік. Компьютер сіздер жүрміз, достар, қараңдар. Опа. Ей! Компьютерің мақта мен. Чё за? Не болды маған тегет? Так, компьютерім қаға кетіп қалдың мен. Достар, короче, мен қазір срочно компьютерін орнына қою керек. Айтпесе, достар, мені алдын ала біліп қою мүмкін. Блин, компьютер қаяқта? Достар, мені компьютер. Басым айналайын деген ба, бірдеңе болған? Типа, монитор қоя салайық. Жаңа тұрған сияқты еді. Ой. Не отыр нақты? Ема, мен мониторым емес қона, қақта пайда болды. Достар, оның мониторы емес екен, прикинь. Но что-то подозрение ұстап жатқан сияқты. Так, достар, короче, мен оның үйінің төбесін тесем, яғни, типа, өйстіп, типа, короче, достар, қазір... Не отыр мен бронжилет па бір бәлі киіп алам, яғни ол менің түрімді таниды, сондықтан, достар, мен қазір бронжилет киіп алайын. Так, бет-бетіп, достар, киініп аламыз. Короче, біз көрінетін режимді қосам, тура крышада тұрып, все, көрінетін режим қостым. Ойбай, не надо? Өшіп таймыз. Крышадан бірдеңен көрген сияқты олмын жаңа ғана. Мен көзім дұрыстап көрмеген екен ба, бірдеңе болайын деген ой деймін, Мен крышамды кім тесіп кеткен, Так, барып қарап көрейікші. Дауды бір қарып шықпасам, бір бұзақылар кеп қан жоқ байтегір тағы да. Так, ешкім жоқ сияқты. Так, достар, короче, мынандай заттар қойамыз. Так, ана қайқа кетті? Так, ешкім жоқ да. Сонда кім мынаның бәрін істеп жүрген? Түсінбедім бар ғой. Так, қайқа кім бар мына жақта өзі бар? Есік алдына сертіп қоямыз.
Так ё кім қойып кеткен мына сетканы ё. Так опа тыңдап тастаймыз мұны. Так кім қойып жатыр мынаның бәрін? Маған біреу троллинг істеп жүрген жоқ па әйтеуір. Так достар что-то жайлап ол мені біліп жатыр. Енді достар, короче, мен динамитпен достар бір рет жарып көрейін оның үйін. Так, короче, мына жерде бау керек динамитті жаратын. Так, огородын жарып тастаймын достар, мына қараңдар. Ой, все. Динамит кім қойған ар жақта? Ё, мен огородың бүкілі жарылып кетті. Ё. Кім жарды мына жақта ешкім көрінбейді ғой? Вообще түсінбедім ма? Так, не болып кетті осы? Достар, короче, үйінді жарайын ба? Или достар, пока что жармай тұра тұрайын. Мен деген огородың бәрін дальше пранк ұстауға тырысайын, короче. Достар, короче, мен Хонриді жалпы кішірет жер аламын. Кішірет жерейін ба? Жүрмей ақ қойын ба? Өйткені достар, менде творческий болған соң ол кішірейсе тойтпайым, елесі бар деп 100% сенеді ол. Ондай көрмеген ол, ауылдың баласы Хонри деген. Так, достар, короче, мен оған қазір бір бәле берем, и ол автоматически кішірейіп кетеді. Мына қараңдар достар. Короче, мына жақта тұрып, мына жақта тастаймыз мынаны. Ей, мына қақтан пайда болды, мына несі дәл тағы. Так, опа. Так, что-то там түсін нәрсеген. Что за? Кішірейіп кетті ма? Ой, не болып кетті маған деген. Ой, так, үйге кірейін сразу. Достар, қазір қалпына келетін дәріні қайтадан қоямыз да. Так. Достар, короче, есіктің алдынан, короче, мен көрінейін. Еще, что кішкене қорқыныш ұялату үшін. Так, все, қосамыз. Так, тұрай қосамыз. Короче, Хонри, білмеймін, кішкене өз жүргенде что-то в шоке болып жүр, что-то елес бар деп, короче. Бүгін деген сәтсіз күн болып отқан сияқты. Так, ойбай, не дағы? Так, ойбай, қаштың деген. Кімсің сен? Сен ба маған? Ой, дос, ема, кімсің сен? Танаш! Болт, тыш тұрам, болт. Так, кімсің сен? Давай, айт, сен ба мен жаңа динамит жарып кеткен менің үйіме? Мен кеше Ринаттың велосипедін құртқан мен. Сен ба соның бәрі істеп жүрген ақымақ, не үшін жүрсің, а? Так, достар, короче, кетіп қаламыз. Достар, короче, мен велосипед деп қойып па, нечайны мотоцикл, ол что-то сенбей қалуы мүмкін жаңа. Біле өзі, тупой болып жүр өзі. Так, достар, короче, қайттан көрмейтін болып тастаймыз. Так, қайға кетіп қалды жаңа? достар, короче, мен наған өзін берейін. Так, так, наға тастаймыз. Қайттан ол қалпына келу үшін. Опа, так, қайттан орныма келдім. Не болып кетті? Достар, короче, енді қазір біз ауылдың барлығын жаратын боламыз. Короче, ауылдың барлығын жарып тастаймыз да. И оны, короче, гигант болып, мен гигант бола аламын. Сол гигант болып, енді соңында пырғаны ұстайтын боламын. Так, достар, короче, огород жөндеу керек сияқты бар ғой. Так. Достар, кет. Так, достар. Ей, мына динамиттің бәрін кім қойған? Чё за? Чё, ауылдың бәрін кім барлығын жарып тастаймыз, достар. Ойбай, үйімнің бәрін жарып тастады ғой. Айбай, не деген жарылып кеткен ақтың бәрі. Так, үйімнің бөтшетін жарып тастады. Қайсыңнан бәрін жарған? Ше, достар, короче, қазір біз түсінбедім бар ғой. Достар, тағы үлкейін. Ой. Так, достар, короче, тағы үлкейетін болам. И кішкене оны тағы үлкейін шығырсын. Так, все. Хонри. Ойбай, чөзін? Не деген дәс сен не? Кімсің сен вообще? Так, ойбай, не деген қорқынышын. Так, құрбар, кімсің сен вообще? Так, үстіміздің бәрін жауып тастайық, не болып кетті бар ғой? Достар, короче, қазір пулеметпен атамыз оны, қараңдар. Достар, мен деп қашып кетейін ба? Ойбай, қаштым мен деген. Так, мына жаққа тығылып қалайын. Так, все, осы жерді көрмейтін сияқтым. Так, атамыз. Ой, не үшін тиісіп жатсың маған? Так, кет бар өзің. Не қаяқтан келдің вообще? Кет қаш бар. Так, қойсай, ей. Так, ойбай. Жаман тиіп кетті ғой, ё-майо. Так, достар, короче, Короче, жылап кетті, достар. Датығы, достар, жылап кетті. Хонриді жылақ. Короче, Хонри жылақ деп комментке жазып жібереміз, короче, достар. Все құрсын. Хонри тегі тағы өлтіріп алып құрсын. Гигант болу да оңай емес, жалпы. Так, достар, короче, мен өзімнің қалпыма келем. Так, көрінбейтін режимнен шықтым, бәрін істедім. Так, все. Так. Хонри, ауылға не болған?
Қайда Хонри? Хонри, ауылға не болған? Ринко қақтың кезде сен кетемдегіше ауылға бір шалысады ма бірдеңе болып кетті ғой. Ауылдың бәрін динамитпен жарып тастады, мен өзім де түсінбей жатырмын. Өте дәу бір қалай айтсам болады, гигант па не өзі бар ғой. Сол короче ауылдың бәрін жарып тастады короче. Мен оған дым істемеген, бірақ өзі қаяқтан келгенін өзім де білмей жатырмын қазір. Кеше түнде білесің ба? Ол короче түн болады ғой ше. Сол кезде ол сені датаға өлтіріп жіберуі мүмкін. Кеше мен мотоциклім жолда бұзылып қалған кезде шабылышады маған да. Білем мен де. Қош саған да жолсады ма не ол? Иә. Түнде өлтіріп тастай ма не? Онда деген бізге бұл ауылда тұрдың ғой. Ойдап айтам мен ғой. Спасибо, ё. Маған творческий берді ғой, творческий берді сол. Бір пранк ұстап кетейін деген ғой сол. Мә сен деген. Ой, сен де. Чё там, қалайсың ё-моё, бағана алдадың ғой мен сені, типа видео түсіріп алып кішкене пранк сияқты деп. Қалай дәуіп кеттің сен деген, творческий болғансың. Солай дәуіп ой, сен дамымаған екенсің ғой, иә, короче. Мынандай бар ғой, кішірейіп кетуге болады, дәуіп кетуге болады, наңғара. Сен маған. Наңғара. Ой, не дәуіп кеттің ғой сен деген. Ауылдан 4 есе алып кеттің ба, не болып кеттің? Көрмеген. Сен ба бағана осындай дөңгелектерді беріп мен кішірейтіп жіберген сен ба? Иә. Ой, сен де. Всё, достар, короче, енді осылай видеомыз аяқталды. Хонри Хонри жылауық деп жазып жіберіңдер комментке. Жыладың ба? Мә, жаман өтсі жылағаның ше сен. Всё, достар, сіздермен бір болған бұл мен Ринко және Хонри. В общем, Хонри енді пранк болды, жестко пранк болды енді. Тайласып кет Хонри. Ренжіп қалмайсың.